Электролиздеудің негізгі басты міндеті дайын тұрған серияға анодтардың арасына бұлақтар ілінген таза мысты ілу. Сол мысты ілген кезде ол мыстың сапасын бақылап, ең басты міндетіміз қысқа тұйықталған соларды жою. Өзі негізі бұл серияда 26 ванна болады. 26 ваннада әр ваннада 35 анодтан болады. Әр анодтың арасына салған листіміз бізде 6 суткіге дейін тұрады. Ол 6 суткіде біз оны бақылап отырып, таза мыс шығарып, мыс жуу машинасы арқылы өтісіп, дайын складқа жібереміз. Барша жастарға тек қана келіңіздер, өкінбейсіздер деп айтқым келеді. Менің есімім Бұқарбаев Руслан Сұлтанбекұлы. Мыс қорыту зауытында 6 жыл істеп жатырмын. Бригадир должностьсында міндет атқарамын.